жақында енді мына құрылтай деп ауысып жатыр парламенттің аты. Жоспарың жоқ болса депутат болсам деген. Бас салып кінәлау ғой, мысалы. Неге сен ана жерде болмадың, неге сен соны айтпадың, неге сен енді танымал болудың да бір үлкен жауапкершілігі де осы жерде шығар. Пара берген кезің болды ма? Жаңағы мүйізі қарағайдай ағаларымыз бар, мінберлерде ғой олардың әдемі болатын. Ал жеке қалғанда адами болмысынан ешқандай бір шуақ шашырап, бір сенің жаның жылытпайды ғой. Қазір өзі қоғамда айтылатын пікір бар ғой, айтыста шындық айтылмайды деген сықылды. Жалпы айтыстың табиғаты не? Біріншіден, үндемей қалған жерлеріміз аз негізі. Мен жеке өз басым. Енді Есенқұлаған көбінесе айтыскерлер іздейтін ғой. Бір Есенқұлаға әнші қарады екен де жақсылап, соны бір әншіге үйретеді екен де, содан өзі үйреніп алады екен қайтадан. Тойға барған ұнай ма? Біз тойды жамандаймыз деп кейде бүкіл тойды жоққа шығарып жібереміз да. Бір-бірімен келісіп айтысады деген сөз бар. Бұл қаншалықты рас? Қызық болмаса көрмей-ақ қой да, мысалы. Ал енді оны ішіне қарай үңгіп, ол әңгіме шөліп тұрмаса желдің басы қимылдамайды, ол әңгіме бар. Қазір адам баласы уақытының көп бөлігін телефонға телмірумен өткізеді. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, қазір осындай жағдай болды. Бірақ та сіз әркімнің саяхаттағанын, тамақ ішкенін, немесе біреуменен пікір алмасып, айтысу, тартысудан гөрі керісінше осы алақандай ғана телефон арқылы табыс табуыңызға болады. Қалай? Ол үшін өзіміздің қазақ жігіттері ойлап шығарған қажет қосымшасы арқылы. Мысалы, біз Каспиді біреуге ақша беруге, біреуден ақша сұрауға ғана пайдаланамыз. Бірақ Каспиден де табыс табуға болады. Немесе жасанды интеллект. Қазір біз түрлі форматта подкасттар түсіреміз. Түрлі кинолар жүреді, театрдың қойылымдары болады. Бұның бәріне афишаны бұрынғыдай дизайнерге айтпай-ақ осы жасанды интеллект ChatGPT арқылы үйренуге болады. YouTube арқылы да пайда табуға болады. Instagram жүргізу, TikTok және сондай-ақ менің өзімнің 20 жылдық тәжірибемді практикалық жасаған істерім арқылы журналистика үйрететін өзімнің де осы қажет қосымшасында сабағым бар. Бір рет қана төлем жасап, бір жыл бойы қажет қосымшасындағы барлық сабақтарды ала аласыздар. Қажетпен бірге болыңыздар. Қажет шын мәнінде де барлығымызға қажетті. Арма ағайын, бізде студияда айтыскер ақын, Алтын домбыраның үштіркін иегері Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық театрының директоры Мұхтар Ниязов. Мұхтар, өзің көргеніме қуаныштымын. Сіз қуансыз деп кетік сол. Рахмет. Осы Қызылордаға барған кезде ел ішінде адамдардан естідік. Өзің атаң мына сөйлеген кезде тілі аузына симай кеткен сондай бір кісі болған екен. Өзіңде жазбаларыңды оқып отырамыз Фейсбукта. Атаның қолында өстің. Осы әңгімемізді атаң жайлы бастасақ. Атаң басынан басасақ деп қойсаңызшы. Рахмет Қанеке. Енді меніңше қазір балдардың көбісін өз балдарымды таяймын мен. Қазіргі балдар түгіл. Өйткені негізі дүние ақылдан сезім биік тұрады деп айтады ғой. Ал бала ауылда ақыл кіргенше көп нәрсені сезініп өсу керек деп ойлаймын мен өзім. Мысалы, кішкентай қозыны түнде барып шаммен тудырып алып келіп, сол аяқтанғанша, күн суық қой енді ауылда. Ауылда қора түгіл үй суық болатын еді ғой. Екеуінің айырмашылығы шамалақ болатын еді ғой өзі. Сөйтіп ана қозы лақ ойнақтап секіріп кеткенше түнде сенің қасыңда жүреді. Сосын оны бар бейнесіне қосасың. Бұзау да сондай, құлын да сондай. Соның әрқайсысы тіпті жерден өніп шығатын өсімдіктің әрқайсысының жаны болатынын, олардың кәдімгідей саған қарайтынын, атамыз соған біздің жаңа мал қарасаң мал болады, қарамасаң атаң басы мал бола ма деген сөз бар тұғын. Сол дүниелердің барлығын енді тұрмыстық күнделікті қажеттіліктердің барлығында тек қана бір күнделікті істеу керек тірлік емес, оған бір жан бітіріп, соны бір үлкен шаруа қылып атқарып, соны кейін мен жарайды, ол кезде байқамай өтіп кетті ғой. Қазір уақыт өте келе сол кезде әр нәрсеге бір аяушылықпен қарау, бірдеңенің обал сауабын түсіну, алды артын білу деген сияқты жоспарлау, жобалау. Мысалы біздің шал кемпірдің қолында тұрған кезде
біз өзіміз бір шарасыз сезінетін тұғынбыз, 2 жарты 1 бүтін деп. Ана кісілер өзі неден базардан қайтып келе жатқан адамдар, біз базарға бара жатқан адамдармыз деген сияқты. Өзі ата мен немеренің бір жерде, бір сызықтың бойында түйісетін жерде сол екен ғой. Анау атамыз өмірдің бар қызығын көріп кейін қарай келе жатады, қайттан балалық шағына келе жатады. Біз балалық шақ сол ортада түйісіп тез тіл табысатын сол екен айналып келгенде. Сол жаңағы дүниелердің барлық адамның бойына сіңген кезде кейін қарасаң, мен өзімді ғана емес көп байқаймын, сол ата әжесінің қолында өскен балдар кеңпейіл, кешірімшіл, мейірімді, кімге болса да әйтеуір сол ертеде уызына адам уызына қалай жарыса, мейірімнің де уызына солай жарып өссе егер, ол кезде ол жан жағына шуағын кеңірек, тереңірек төгіп жүреді екен. Ал біздің атамыздың, мысалы менің атамның мұрны таңдай болған жоқ, көз өткен деп айтады, енді прививкіден деп айтады, әртүрлі себебін айтады. Не де болса тілімен, таңдайымен мұрны болған емес ол шалдың. Сөйтіп жүрген кезде дені сау талай адам, енді 14 жасымда солай болғанмын деп өзі айтады. Содан бергі өмірінің барлығы бейнетке толы, кілең бейнетке толы. Мен мысалы кейде сабақтан келіп қарным ашып тамақ дайын болмай қалды деп жылап жатса, атам айтатын, мен 20 күн тамақ ішпей сүлесоқ осылай бетімнің осылайда жатқанмын. Әр өмірінде қиналған сәттерінің бәрін маған жоғарғы мысал қылып айтқанда ол кісі. Алғаш маған ауылда Құран оқытып үйреткен, алғаш ауылда маған бата жаттатып үйреткен, алғаш ат ерттеп үйреткен, жылқының ұртысы қайда болады, жылқының қалай танаулап қалады, қойдың ақсаған кезде бидайды қай жеріне салу керек. Мысалы, 4 түлік малмен ақ, 4 дүниенің қыр-сырына толық адам қанығып өседі екен, ауылда өссе, және сол ата әжесінің қолында өссе. Мен ойламаймын енді, мысалы, мен бір ғана деталь айтайын осы жерде ше. Мен мысалы әжем туберкулез ауруымен ауырды. Мен ауырсам әжем ұйықтамайтын деген не жазғам мен. Соның ішінде менің папам да жалғыз ұлы ғой мысалы. Менің інім бар. Мен де үмітке отырған жалғыз ұлымын. Әкемнің 4 қарындас әпкелері бар. Енді әжем открытый туберкулез болды. Сонда менің қолыма манту салады жаңағы. Сол ісіп кетеді жылда. Жылда ісіп кетеді. Сонда дәрігерлер маған кемпір шалдың қолында, әсіресе ауру кемпірдің қасында тұруға болмайды деп не берді жаңа. Болмайды ол үйде тұруға ол. Енді мен әжемнен айырылғым келмейді, әжем менен айырылғысы келмейді, мен атамнан айырылғым келмейді. Папа мамамыз аудан орталығында тұрды ол кезде, кейін ауылға келді. Ол кісілер мені алып кетейін десе, біз ұядай болып тұрмыз енді. Былай қарасаң, енді медицинаның заңдылығына салсаң, ол үйден мен туберкулез болып шығуым керек. Бірақ кейін тексергенде де, одан кейін тексергенде де мен ауданға әжеммен жатқан больницасына барам. Сонда әжемді өйтіп құшақтап отырған әжем айтады, ана кемпірлер ауру, оларға жолама дейді. Негізі өзі де ауру ғой. Бірақ ана мейірім бәрібір, мен саумын дей ма білмеймін, адамын түсіндіре алмайтын, тілмен түсіндіре алмайтын мейірім. Мен кейіннен осы кеше ковидтің кезінде де сатурация дегенді өлшейді ғой. Сөйді менің өкпем көп адамнан әлдеқайда 100% десе де бір жерде ешқандай мәселе жоқ екен. Сонда кейінде мен осындай достарым болды, бірге бір квартирада тұрамыз деген. Сонда өкпесі ауырған бір жігіт айтты да маған. Мен бұрын өкпем ауырған, сендер қысылмайсыңдар ма дегенде, мен бала күнімнен ауру кемпірдің қол астында өскенмін. Адам өзі соған қалыптасып кете ма, әлде сол мейірім құтқара ма адам, мен оны білмеймін, оны түсіндіре алмаймын, және оны дұрыс деп те айта алмаймын. Қазір соның дұрыс екен деп біреу ауру кемпірдің қойнына баласын беріп жіберсін деп те айта алмаймын. Бірақ мен соны, менің ата-анам да соны сезінді, мен де соны сезіндім, және біз солай өстік. Сондықтан да мен ойлаймын, осы ауылда өскен балдар көп қиындыққа сондай бір төзімді, бейім келетін шығар деп ойлаймын. Атаның таңдай неге түсіп қалған? Таңдайын мына Сәбит Мұқановтың Жұмбақ жалау деген өзінің айтысы. Мен кейін қазір жазып жатқан, өзім үшін жазып жатқан кітабыма да жазып жатырмын ғой. Елдің алдына шығып, сол енді алғаш 38 жыл ма екен, өзі 14 жаста болса, бұл кісі 26 жылы. Сол алғаш шығып жатқан кез ғой, шана романның. Соны халыққа түсіндіріп, айтып, жаңағы оқып беру міндеті кімнің мойнында дегенде, сол менің атам өзім сияқты ақылдап тұрса керек енді. Осы Арғынбай елдің алдына шығып айтсын деген ұйғарым болады. Соны бұл кісі айтады, мен кітапты үйге алып кетіп, әбден оқыдым. Оқыған кезде оны оқып берудің ешқандай қажеттілігін көрген жоқпын, өйткені оның әр қатарына дейін менің санамда сіңіп сайрап тұрды дейді. Ертеңіне барып айтады, мен осылай елдің алдына шығып былай айта берсем бола ма деп. Өзіме де еркін жаңағыдай қолыма ұстап тұрғаннан деп. Содан түскенде мазам болмай түстім деп айтады ол кісі өзі. Әңгімелеп берген ғой қысқасы. Әңгімелеп берген ғой, мазмұнын айтып берген ғой. Онда да жаңағыдай сол кітаптағыдай қылып. Содан түскенде сол мазам болмай түстім. Содан ауыра бердім. Содан жаңағыдай мұрын, таңдай
кәдімгідей ақыр аяғында мына зеленканың енді шығып жатқан кезі деп айтады. Ақыры енді өлетін болды ғой деп сол бетіне жаңағы нені күйдіріп құйып жіберген ғой, ыстық зеленканы ше, қазақша айтқанда. Содан барып әйтеуір тоқтап көз шүңірейіп орнында қалған, тамақ ішпеген. Енді ол замандарда енді жаңағыдай екпелерде түрлі болып жатты дейді, бірақ мен оны өйтейін, одан болды дейін десем, сол атаммен бірге қатар егілген қаншама шалдар болған ауылда, бәрі аман есен жүр. Бұл кісі сол өзім мен ана Ықылас, Фатиха, Нас деген сүрелерді қайта-қайта жаттата беретін да, сонда өзі айтады, ертең енді мен де тілім андай айта беремін ғой, тақпақ айтамын, бірдеңе айтамын. Балам, мен тіл көздің зардабын тартқан адаммын. Енді Құдайдың қалқаны осы пайғамбардың хадистерінде осы 3 сүрені айтады ғой. Сондықтан осы күннен бастап қай жерде бірдеңе айтатын болсаң да, ішіңнен болса да, кейін аятыл курси деген дүниелерді мен сол атам жаттатты. Осы талай адам мен дінмен байланыстырып, ойбай аяқтан оқығам, мынаяқтан оқығам дейді. Осы тарихтарды білмегеннен кейін әкім әртүрлі сөйлеуі мүмкін. Мен сол ауылда кәдімгі сол шалдың басынан сол тіл көздің өзінің айтатын сөзі жиі айтатын, тіл көз түйені қазанға салады, адамды қабірге салады деген нәрсе, бұл қай заманнан бар әңгіме. Сондықтан Алла тағала кез келген дерт жаратса, оның шипасын жаратады деген сияқты, кез келген тіл көз жаратса, онымен бірге оған да қалқан Алланың өзінің аяттары бар деп сол кезде сол қажеттілікпен үйреткен маған. Өзі Алматы деген бір сағыныш қала ғой. Иә. Осы әсіресе қолына қалам ұстаған, немесе домбыра ұстап сахнаға шыққаны болсын, бір Алматы өзінің бір аңсайтын ақындарын іздеп келеді, ақындардың қаласы. Осындай сезімдерді өзіңде бір бастан кешкен шығарсың. Иә, мен іздеп келмес бұрын ауылға Алла тағала бұйырып, ауылға мен іздеп келген сияқты бірінші, ең алғаш осы Тұманбай Молдағалиев, Қадыр атамыз келген жоқ, Қалдарбек Найманбаев. Біздің ауылда біз мектеп оқып жүрген кезде дария болды, сол дарияның жағасында киіз үйдікті, кеңес үкіметінің соңғы жақтары ғой, бер жақтары. Мен ауылда бір үлкен жақсылықты айтқан кезде Мұстафа Мамытов деген кісіні айтамын. Сол кісі екі нәрсе жасады. Біріншісі, Серікбол деген ағайымызды алып келіп, ол кісі әлем чемпионатында жаңағыдай бірнеше спорт түрлерінен халықаралық жетістігі бар кісі еді. Соны ауылдың балдарына сол дарияның жағасына қойып жаттықтырып, қаншама бала осы кезде мен қатарымдағы балдардың көбісі арақ ішпей, темекі шекпей, дұрыс жолға түсіп кетуіне, спортқа түбегейлі айналысып кетуіне сол жаңағы кісінің жаңағы қамқорлығы болды. Екінші, біздің ауыл тұрақты түрде сол өнер адамдары, әдебиет, өйткені біздің ауылда Зейнолла Қари деген кісі осы орталықта Казгөде сабақ берген, сосын Асқар Кребаев, Төлепберген Тобағабылов деген кісілер біздің ауылдан шыққан. Асқар Кребаев, сол кісілермен жаңағы жазушылар келіп тұратын. Мен ең алғаш рет өзім Тұманбай ағаның алдында туған жер қадіріңді кім білген, мен қырыңнан теруші едім, бүлдірген, сенде түзген артық екен мың күнім, басқа жерде жырлаған мың күннен деп өзінің шығармасын өзінің алдында оқып беріп, жұрттар мектепте ол Тұманбайдың өлеңін жаттағанға мәз болып жүргенде мен Тұманбай ағаның алдында отырып оқығанмын ғой. Содан мен қолыма ручка беріп, балам айналайын, ақындық қуатың жаңағы бойыңда от бар сияқты деп жаңағы қол ручканы беріп, сол ручкамен мен алғаш мамама арнап өлең жазғанмын. Содан анашым-ау, сенің ғана құшағыңда, әлі күнге дейін есімде сол бір шумағым, сенің ғана құшағыңда жайнадым, ақсұтың арқасында асыр салып ойнадым, енді ақсұтыңнан айналдым деген сияқты солай болып келеді. Бірақ бірінші шумағымды бір сол Тұманбайдың берген ручкасын, менің ойым ондағы, мен ана атамның ауырғанын көріп, вообще көп ауырғанын байқап, мен хирург болам деп іштей сол бала күнде бекініп қойғанмын. Сол ойымды мен бұзып жүрген Тұманбай ағаның ручкасы болды. Сол қаламды алған күннен бастап бертінге дейін менің қолымда болды ол, бірақ кейін жоғалтып алдым көшіп қонып жүрген кезде. Енді сол бертін келе таныса келіп, біз әрі айтысқа қатысып, әрі поэзияның екі ортасында жүрген кезде Есенқұл ағаға жолықтық қой. Енді Есенқұл ағаны көбінесе айтыскерлер іздейтін ғой. Иә, ол кісінің айтыскерлер іздейтін, бірақ айтысқа байланысты әңгімелер іздеп барып, біз әдебиетке байланысты көп әңгімелерді ол кісіден тыңдадық. Одан бөлек Есенқұл ағаның болмысындағы шынайылықтар, кез келген адам, араласқан адам ол Есенқұл ағаны ұмыта алмаған болар еді деп мен ойлаймын. Мысалы үшін мен Ахметжан Өзбеков ағамыздан көп өлеңдерін ол кісінің тыңдадым. Енді ол кісі жатқа соғады кәдімгі бір өзінің каталогы сияқты. Сосын Бауыржан Халилұлы аға екеуі мені осы Есенқұл ағаға бүйтіп айтпаса да десе, сосын әр шумағы алдыңнан шыға береді ғой Есенқұл ағаның өзі. Жаңағы ақындар киген шапанның бір жеңі қысқа, әйтеуір жаңағы түспейтін көзге көп түсіп, түсетін көзге түсе алмай. Ақындардың көп өмірі, негізі көп проблема бізде жазған жазуы мен сүрген өмірінің арасында, іспен сөздің арасы 80 көздің шамасы дегендей алшақ қой көп адамдардың айтқан әңгімесі. Ал Есенқұл аға сол екеуін ұштастыра алған.
трагедиясы да сол шығар білмеймін, бақыты да сол шығар деп ойлаймын. Ол кісі жай өмірдегі әпенділіктердің өзі, мысалы бір әндері бар ғой ол кісінің. Бір Есенқұлаға ән шығарады екен де жақсылап, соны бір әншіге үйретеді екен де, содан өзі үйреніп алады екен қайтадан. Не деген керемет мынау деп иірімдерді ше. Мысалы осындай қожанасырлықты қазақтың өзін дәл бойындай өзіндей қарапайым деген сияқты содан басқа кімнен көресің? Мен жеке өзім Есенқұлаға соңғы қайтатын жылы 2014-те еді. 60-қа толайын деп жатты ғой ол кісі әйтеуір. Содан мен келіп осы Ұзынағашта айтыс болды, жеке өзі әрқайсымызға өзі звондап шықты. Сосын өзі бір білмеймін, бір шақырып, содан осы Ұзынағашта айтыс болды. Айтыстан бір күн бұрын жиналамыз, Жұмабай аға бар, ол кісі Қазылар алқасының төрағасы. Енді уақыт өтіп баратыр, бірақ Есенқұлағын байқап тұрмын, қайтқысы келмей жүр. Ана қонақ үйде әркім өз бөлмесіне қарай кетіп баратыр. Ол кісі тарқайын деп жатқан кезде үйіне барғысы келмейді жаңағы. Бәрін шақырып алып, енді бәрің жатып қаласыңдар ма деген адам ұстап бір қимастықпен жүрді. Бір кезде барып дүңк енді ақындар негізі жатып қалғанмен ұйықтамайды ғой, азанда айтыс, әрқайсысы өзінің домбырасын ыңылдатып, әрқайсысы әр бөлмеде, әрқайсысы өзінің әлемінде жүр. Сөйтіп әр есікті бір кісі ұрып жүр екен. Кейде болады бір ақындар ішіп алып әр есікті мазалап жүреді, сондай ма деп мен есікті ашып қойып қалсам, Есенқұлаға қолында мына ыстық палау, жаңағыдай неге түйіп алған, соны алып келіп тұр екен. Палау жейсің ба? Мынау үйге барып едім дейді. Әйелім ыстық палау жасаған екен. Үйде ешкім жоқ дейді. Соны келіншегі өзі тамақ ішіп алған, қателеспесем, бұған іш деген бұл маған бір өзім ішуге ыңғайсыз ғой, енді мынаны неге осы үпір ақындармен отырып ішпеске деп сол тұрған жерінде буып алғанда бірден қайттан қонақ үйге қайтып келген ғой. Көп адамдар есігін ашпапты ол кісіге. Сол өзі бір қайттан бекер істедім ба деп өзі ыңғайсызданып жүрген кезде біздің бөлмеге келіп содан әңгімесін айтып, жаңағы өлеңді орыстың көп поэзиясын, ол кісі енді шешесі орыс деп, бұл көп адамдар сол жағын айтатын еді ғой. Жұматай ағаның поэзиясы туралы, өмірлік өзінің ұстанымдары туралы болмаса, Мұқағалидың, сосын орыстың көп ақындарын ол кісі кәдімгі өлең талдау және өлең жазу барысы туралы көптеген әңгімелер айтатын. Баяғыда біреу айтты ғой, әкемнің айтқандарын ешқайсысын құлақ аспаппын, тыңдамаппын деп. Соны әкең не айтты деген екен, сол тыңдамаппын ғой деп айтты дейді. Сол сияқты Есенқұлаған мен осы кезде ойлаймын, өзін қызықтап жүріп, ол кісінің болмысын қызықтап жүріп, шынымен астарлап айтқан, былай оңашада айтқан көп сөздерін біз осы кезде жіберіп алыппыз. Жаңа палаумен келуінің өзі бір пейілі ғой. Енді ондай адамды сен, ондай болу үшін сенің ар жағыңда бір қылаудай қиянатың, арам ойың, өзіңнен ешқандай балаға, немереңмен жасты балаңның есігін келіп қағып, үйіңдегі палауыңды алып келу үшін, ол ақындық жүрегінен басқа адамның болмысынан шықпайды ол нәрсе. Сәл тәкаппарлығың мен сәл пенделігің болса, оны енді ондай нәрсені істемейді. Ол талай ағаларымыз бар ғой, қарағайдай атыдан ат үркітеді. Жаңағы мүйізі қарағайдай ағаларымыз бар. Мінберлерде ғой олардың әдемі болатын. Ал жеке қалғанда адами болмысынан ешқандай бір шуақ шашырап, бір сенің жаның жылытпайды ғой. Сондықтан да біз көп жағдайда тек олармен алыстан араласамыз. Алыс биік таудың төбесін көрде төбіне барма деген сияқты. Жерлесің академик Асқар Жұмаділдаев бір сұхбатында қазақта айтыс деген өнер бар, сөзбен салғыласу. Сен қыз жібек емессің дейді, оған жауап ретінде мен қыз жібек болмасам, сен төлеген емессің дейді. Айналып келгенде сол сөзбен салғыласу деген еді. Осы пікірге қатысты. Меніңше бұл контекстегі пікір сияқты. Мен Асқар ағамен жиі жолығып тұрам, және көп аэропортта алыстан мен 2-3 рет байқадым соны. Мен бір әйтеуір көңіл қалдырмай амандасатын шығар десем, Мұхтаржан деп шақырып алады ол кісі. Сосын келіп, менің шешем айтыс көрмей ұйықтамайтын дейді. Менің өзімде өлең жазғанмын дейді. Былай қарасаң, мен осындай пікірлерін көп жағдайда айтысқа байланысты осы кісінің осындай пікірлерін айтады. Бірақ бұл кісінің жазған өлеңдер бірақ кітап қылып шығарған жоқпын. Неге? Өйткені мен математикпін. Мен қай қырым басым, сол қырым халыққа шықса, қалған жанама осындай менің бойымда жылт еткен өнер бар еді деп оны өйтіп жаза бергенде онша ұнатпаймын өзім дейді. Ол бір кемел ақындық болмағаннан кейін шығарған жоқпын деп айтады өзі. Ал жалпы ол кісі математикалық ойлау жүйесі мен ақындардың ойлау жүйесін салыстыра отырып айтатын қаншама керемет сөздері бар. Меніңше осындай пікірлер кейде бір жаңағыдай толық түбегейлі ол кісінің аузынан естімегеннен кейін мен Асқар аға айтысқа қарсы екен, немесе бір болады ғой, бір үлкен әңгіменің ағынында салыстырмалы түрде екі пікірдің ортасында айтылып кеткен шығар әңгіме деп ойлаймын бұны. Ал жалпы Асқар аға туралы енді ол Шиелде өскен, шынымен біздің бір жағынан жерлесіміз, бір жағынан өзі шынымен сөзбен ауыратын адам ол кісі негізі. Былай қарасаң ол жай математик емес, ішінде кәдімгідей сөйлегендегі сөздің нақтылық бар ғой, сол ақындықтың әсері бар ғой ол кісінің әңгімесінде негізі. Әйтпесе математиктер көп қой, әңгімелері бір-бірлеріне келмейді ғой. Ал Асқар ағаның артықшылық қылып тұрған сол ақындығы шығар деп ойлаймын ішіндегі.
үлесі. Ол кісінің анасы туралы, өзі туралы мен Асқар ағаны айтысқа қарсы деп немесе оған қарсы адам ретінде көргім келмейді. Бұл пікірмен келіспеймін, бірақ осы тұрғандағы пікірмен. Қазір өзі қоғамда айтылатын пікір бар ғой, айтыста шындық айтылмайды деген сықылды. Жалпы айтыстың табиғаты не? Осы бір шындық айтпайды деген уәжге дейміз ба, пікірге дейміз ба, өзіңнің сөзің? Айтыстың негізгі ақиқаты, айтыстың өзінің табиғаты, ол табан астында ойлау. Мысалы, былай айтайықшы, шындық айту деген функцияны егер тек соны беретін болсақ, онымен айналысып жатқан қаншама баспалар бар, қаншама газеттер бар, Фейсбукта отырып ойланып жазып жатқан адамдар бар, қанша адамдардың кітаптары бар. Ол миссияны олар ұқсатып, жаңағыдай ішінің бәрін қаузап, жаңағы түбіне дейін түсіріп, аналитикалық зерттеу жасайтын арнайы орталықтар бар ғой. Айтыста олардың үлесі бар, осы дүниелердің бәрінің ұшқан үлесі бар, бірақ негізгі миссия сол екен деп біз негізгі баяғы болмысынан ажыратып жібердік қой айтысты. Мысалы, айтыс деген халықтың ішіндегі өзінің ойын, өзінің таза табиғатында ол әзіл болып шыға ма, мысалы, қалжың жаңағы юмор болып шыға ма, жоқ әлде төкпе болып шыға ма, ораздардікіндей бір терең толғау болып шыға ма, бірақ ол түптің түбінде ол меніңше үлкен бір поэтикалық жолмен, үлкен бір көркем түрде, өзінің жабайы түрде емес, жадағай түрде емес, жайдақ ат мініп емес, сол айтпадының ортасында, мысалы, өйткені оның әрбір сөзінің жауапкершілігі бар ғой, мысалы, айтылған сөзіңнің де өзінің жауапкершілігі бар. Сондықтан меніңше жаңағыдай бір баламанға жүйрік ат қосқан сияқты ең бір сөздеріңді жаратып, ең бір бәйгеден келетін дұрыс сөздеріңді халықтың бір айызында қандырып, соны екі ортада эстетикалық. Меніңше ол халықтың шындығы мен ақиқатын, билік пен бірдеңенің ортасындағы мәселенің барлығының шешіп тастау айтыстың мойнында. Ол ешқандай өнердің мойнындағы міндет емес деп ойлаймын. Ол әр адамның өзінің қоғамның алдындағы жауапкершілігіне байланысты. Оны сен айтыскер болып реттейсің ба, жазушы болып реттейсің ба, жоқ әлде сол билікке барып сол депутат болып реттейсің ба, ол өз шаруаң. Ал айтыстың табиғаты меніңше ол әуел бастан келе жатқан өзінің табан астындағы, мына қырғыздар мына көркемдік жағынан керемет болмауы мүмкін, бірақ қырғыздар көп айтыстың табиғатын өздерінде сақтаған. Олар көп жауапкершілік алмайды мойындарына да, мысалы. Біз мына адам бастап аллитерация қылу керек, оны ассонанс қылу керек, оның теориясы терең болу керек, оның теңеуі қалың болу керек деген нәрселердің қатпарларды ол кісілер табиғатын сақтап қалған мейлінше, және ол жағырақ жасайды деп ойлаймын мен. Сондықтан ойбай мен шындық айтатын ақын екенмін, ойбай мен жаңағы ең билікті сынайтын ақын екенмін, немесе басқа деген сияқты өзіне артық ауыр міндеттерді алып айтыстың негізгі табиғатынан ажырап қалмасақ деген менің бір алаңым бар, қазақша айтқанда. Енді айтысқа қатысты тағы да бір алаң, жаңағы өзің айтып отырған бір-бірімен келісіп айтысады деген сөз бар. Бұл қаншалықты рас? Енді бұл айтыстың өзінің ішкі шаруасы негізі. Біздің қазақ кейде бірдеңені біліп алам деп ішіне үңгіп қызық емес болып қалған кезде қызық емес болып қалды дейді, мысалы. Сондықтан бір ерлі-зайыптың ортасына есі кеткен сүт деген сияқты, мен де осыны заманауи аударғанда екі жұптың ортасына сондай бір есі кеткендік бір сияқты меніңше. Оны олардың ақындардың арына жүктеу керек. Ал келісіп айтса ма, келіспей айтса ма, керісіп айтса ма, оның өзі халыққа қызық болмаса көрмей-ақ қой да, мысалы. Ал енді оны ішіне қарай үңгіп, ол әңгіме шөліп тұрмаса желдің басы қимылдамайды, ол әңгіме бар, бірақ ол қазіргі, мысалы, айтыстың да үлкен мәселесі екі жағы бар ғой кез келген нәрсенің. Мысалы, тұтастай, мысалы, тек қана сахнадан жұптаған айтыстар да болды. Оның да соңы әсерсіз болып, алаңсыз көрермен қашып кететін кездер бар. Ал не болғанда да баяғыда осы Жүрсін аға да айтатын, Сүйінбаймен жаңағы Қатаған айтысса да, Жамбылмен Құлманбет айтысса да, ана қырдың басына, мына қырдың басына аттың үстінде ұйықтап барған жоқ қой. Ол не болғанда да сөзін жұптап, екі ортадағы айтатын ойын жүйелеп, заготовка деген нәрсе тек қана ол қағазбен жазылып қатталған нәрсе емес қой, адамның миымен де, мысалы, Ораз ағамыздың айтысқа дайындалу стилінде, мен Дәулеткерей ағадан да осыны байқайтынмын. Бірнеше қатпар миында сөздер жүреді да кәдімгі болмысында. Ал оны сіз заготовка жазады екен деп, мысалы, бір сөзді қайталап қалғанда жерлер болуы мүмкін көп ақындардың. Сондықтан мен айтыстың мойнындағы жүгін, оны келісу, келіспеу деген ол бір екінші әңгіме, оны ақындардың арына қалдыру керек деп ойлаймын. Және түптің түбінде ол нәрсе, жолдан қосылған нәрсе жолда қалады, табиғи нәрсе табиғатын бұзбай әріге дейін барады. Сондықтан мен өзіме байланысты жауап бермесем, бүкіл ақынды қазір
ол анау келісіп айтысады, мынау келіспей айтысады, немесе өзім отырған бұтағым ғой қазір, оны мен мына айтыс мынадай болып бара жатыр, ана айтыс анадай болып бара жатыр, оны ұйымдастырушылар ондай болып бара жатыр деп, мүмкін енді ол бір уақытпен көш жүре түзеледі деген сияқты жаймен реттелетін шығар. Ал өзің келісіп айтысқан кездер болды Өзім келісіп айтысқан кездерім болды, енді оны әртүрлі жағдайға байланысты, бірақ келіспей айтысқан кездерім де көп болды. Сондықтан оны бір жаңағыдай, мысалы Қырғызстанда айта берді демеңіздер, сол жақтағы көп айтыстары бізді сахнадан білмей жұптайтын, көп танымайтын да баратын кездер болады. Және бір ашып айтатын нәрсе, жекпе-жектер ұйымдастырылып жатыр ғой қазір. Қандай келісіп айтсаң десем, 1 сағат айтысқа жететін адамның қоры, мүмкіндігі, қазір үлкен басшылардың өзі 5 минут айтатын сөзін үлкен жазулармен жазып алады ғой бүйтіп. Оған да жүрек керек қой. Сондықтан екінің бірі егіздің сыңары, мен қолына домбыра алып тәуекел етіп айтысып кете береді деген бұл оп-оңай өнер емес негізі. Мен соны айтып жүрген адамдар өздері келісіп, біз мысалы бірнеше өнер өкілдерімен байланысып көрдік қой, соның ішінде осы әншілермен айтысып көрдік. Мен осы Айгүл Иманбаевамен айтыстым бір рет. Айтысқанда енді ол салыстырмалы түрде жаңа келісудің көкесі сол ғой. Сонда сол кісілердің өздері айтты да, бәрі дайын тұр, мәтін дайын тұр, былай тұр. Соның өзінде ананың жүрегі ойнаған кезде, одан біздің спектакліміз жақсы екен, әніміз жақсы екен, басқа өнердің түрін айтысты айтпа деп кеткен талай адам болды да. Бұл оп-оңай болса, қанеке өзіңіз де айтысып көрдіңіз ғой, оның ішкі қырын білесіз. Айтыс деген, айтыстың алдында іш өтпейтін ақын жоқ, сосын айтыстан кейін жүрегі ойнап кетпейтін ақын кемде кем. Осының денсаулық, мысалы біздің өмірден өтіп кеткен көп ақындарымыздың көп жүректен кетіп қалды. Егер осы оп-оңай өнер болатын болса, егер сондай бір бір өлең айтып машина мініп кететін дейтіндей оп-оңай нәрсе болатын болса, адам өмірімен тәуекелге бармайды ғой негізі. 2022 жылдан бері облыстық Нартай Бекешев атындағы театрдың басшысың. Өзіңе бір жат сала, филологсың. Осы мен қолымнан қалай келеді деп бір осы қызметке барған кезде бір қорқу, үрку болған жоқ па? Қорқу, үрку болғанның үстінде қорқыту, үркіту болды. Осы өнер адамдарының тарапынан. Енді театр деген саласының азаматтар бүгінде театрымыз сол жақтардан. Қызық адамдар ғой негізі. Маған ұнайды негізі қызық болғанда. Ең қызығы бұл сала, мен ұзағырақ тұрақтап қалған салам негізі. Мен қалалық мәдениет бөлімінде де жұмыс жасадым, қалалық шығармашылық дамыту орталығында да жұмыс жасадым. Соның ішінде қазір ұзағырақ тұрған салам осы театр саласы. Не үшін? Маған бұл сала ұнайды. Және бұл жердегі адамдарда енді бір шынайылық басымда, боямасыз. Өйткені басқа қызметкерлер қызметке барған жерлерде карьералық бір қызмет қуып жүреді ғой көп адамдар. Ал театр саласына келген адам өзінің өмірін, бізде мысалы мынандай сөз бар, күріш егетін адам бір 20-30 жылға өзін құрбан етіп келеді деген сөз бар да. Өйткені жоспары сондай болып келеді. Сол сияқты театрға келген адам ол өмірін арнап келеді да, ол жерде бірен саран былай кетіп қалатын адамдар. Сол жерде пионер болып келеді, пенсионер болып шығады деген сияқты. Бүкіл болмыс өнері сол жерге байланғаннан кейін ол кісілерде бір қатты бір не болмайды, артық сөз. Бірақ кейде сол алғаш келген кезде маған сондай бір доқ көрсеткен адамдар болды. Сен адасып қайтқан жүрсің, дилетант деймін дейді, бір сырттан келген адамсың, бірдеңе деп. Сонымен бір сөз арасында бір ағаммен Астанада әзілдесіп қалып айтқан, мына Христофор Колумбтың өзі Американы ашайын деп ашқан жоқ қой, адасып жүріп ашып сондай үлкен алып құрлық ашылып кетті ғой. Сол сияқты адасудың да кейде артысы да пайдаға болатын шығар. Үлкен жаңалықтар сөйтіп тәуекелден басталатын шығар. Сондықтан сіз балапанды күзде санайық та, сіз не көктемде санап жатсыз деген сияқты. Сондай қазір мысалы сол алғаш келген кезде осы Еркін Жуасбек ағалардың ақылымен үлкен көшкөр жөнін білетін адамдар негізі қанатының астына алып осы театрдың қыр-сырын, мысалы маған Асхат Майемировтың көп пайдасы тиді. Осы театрдың мынау менеджерлік жағы бар ғой, енді қызметін мен енді болса да оның кәсібилік жағын араласпаймын. Оның арнайы бізде көркемдік кеңес бар. Мен баста келгенде айтқанмын, ол дүниемен араласпаймын. Мен солардың жағдайын жасау, олар гастрольге шығатын болса соның қаржысын тауып беру, немесе іште болатын болса солардың үй жайын реттеп беру, қаржыларын реттеп беру деген сияқты. Сол жөн білетін көп ағаларымның ақыл кеңесі маған әлі күнге дейін осы театр саласында пайдасын тигізіп жатыр. Қызылорда жаңа айтып қалдың, қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы болдың. Жалпы шығармашылық адамына осындай бір шенеуніктердің ортасы қалай әсер етті екен? Бір әлеуметтік жиында сөзге келіп қалған. Қызуғандылық. Енді бұлда негізі саясат деген нәрсені сенмен айналысып жатсам, онымен айналысады, бір айналысу туралы бірдеңе бар ғой, сондай әңгімелер бар ғой. Мен оны ол әңгіме емес негізі менікі. Кейде қажеттіліктен де туады ол. Сен өзіңнің мысалы Мұса алейхиссаламның оқиғасын айтқан кезде Жүсіп
жүсіптің ана неге түседі ғой, қолға түскенде сұрайды ғой, қолыңнан не келеді деген кезде менің қолымнан анық мынау келеді деп жаңағы қазынашылықты айтады да, мен осыны істей аламын деп. Бұл негізі әу баста адамның бойында істей алатын жұмысың болса, оны бүгежектеп қаша бергенде болмайды екен. Егер сол сен мысалы, мен өнер адамдар, менің жүрген қызметтік ортамның өзі сол тек өнердің айналасы негізі. Басқа мен бір құрылысшы болып бірдеңе болып кеткен жоқпын. Сол адамдардың біз ішінде болып көргенбіз ғой, олардың ішінде қандай мұңы бар, олар нені айта алады, нені айта алмайды, ол сатыда да болып көргенбіз. Сондықтан мен ойлаймын, олардың жанын жаны қалмай жатса да ешкіміз шын түсінген жоқ бірақ деп жалпы мақтап, соларды шын түсінетін адамдардың басшылыққа барыңқырап жүргені, мысалы қазір Ахан Әбдуалиев ағамыз жүр, сондай азаматтар әр жерде жүрсе, мысалы Нұрғиса Дәуешов мысалы өзі жақсы өнер күйші, сондай адамдар әлбетте оны бір қатты бір жаңағыдай соның биігіне шығып бас айналатын емес, бірақ қызмет істейтін кезде ол жерде мысалы не бар, мысалы бейнеттен басқа ештеңе жоқ, мысалы ол отырған орнында ше. Одан бөлек сен ол орында отырмасаң қайта, мен көбірек қаражат тауып, көбірек өзіме жеке брендіме жұмыс істеп, көбірек уақытымды өзіме арнасам, бала шағама арнасам, өзіме көбірек пайда тиген болар еді. Енді мен 100% сол ұжымның пайдасы үшін жүрмін деп айтпаймын, өзімнің де қызмет жолым ғой, бірақ бойыңда артық қабілетің болса, сондай бір адамдармен тіл табыса алатын мүмкіндіктерің болса, оны неғып 5-6 балаңның игілігі үшін жұмсауың керек. Сені саған қарап отырған қаншама адам бар ғой. Ал ол жерге лайықсыз кейбір адамдар отырып алып, соны күндеп, сырттан тілдеп, қан сыртынан жұдырық қылып отқанша, мүмкін өзіңді істеп көрерсің да, мысалы. Бұл жалпы қалай екен енді ортасы? Жоқ, жақсы. Ол жердегі азаматтардың ол жалғыз ағаш орман болмайды ғой. Бір өзіңнен емес, мен жетістікке жеткен өз деңгейімдегі, мүмкіндігімдегі, қолымнан келген дүниенің барлығын сол өнер адамдарына игілігіне жұмсап келе жатырмыз. Нәтижелері жаман емес. Жұмыс істеуге болады негізі. Ал енді қатты бюрократиялық қысымдар болып жатса, онсыз да көпке шыдамайсың ғой. Бірақ біз жүргеннен кейін ба, әлде сол ортақ тіл табысуға келгеннен кейін ба, әлде Қызылорда бір қазақы жер болғаннан кейін ба, сондай бір қатты қысымдарды мен көрген жоқпын. Ал жаңағы Жүрсін ағаға байланысты мәселе ол жаңағы депутатпен шайқасып кеткенбіз, ол кезде мен бөлімде жүргенмін. Сонда бір ақ ауыз сөз, енді ана баланың да өзінің сәл өресіздігі ғой. Жүрсін, ол сіз өзіңіз айтыскер болғансыз, біз спектакль қойдық та, ұлардың дауысы деген. Солған байланысты шығып кетті. Ол Ұлытауына апарып қойсын дейді да, немесе Жезқазғанға, Қарағандыға апарып қойсын. Неге біз Жүрсінге бұндай нәрсе жасауымыз керек? Сонда болмаш қаражат, оның жартысын демеушілерден алған қаражат. Сонда мен айттым да, Жүрсін Ұлытаудың айтысын, Қарағандының айтысын көтерген адам ба? Немесе сіздің өзіңіздің шектеулігіңізбен сол сөз, сол дүниемен шамалы артығырақ дауыс кейін енді тіл табысып кеттік қой, бірақ әр нәрседе қайыр бар, біз одан жақсырақ жерге кетіп қалдық қой кейін. Ақсөйлі қоғамдық бірлестігінің төрағасы болдың. Қызылорда облыстық халық шығармашылық дамыту және мәдени продюсерлік орталығының басшысы. Жаңағы қалалық әкімдіктегі бөлім басшылығың, қазір театрдың директорысың. Жалпы басшы болу таңдау ма, әлде осыған бір бейімсің ба, үнемі басшылықта болу? Бір менікі осы жүргенде айтып, дабырадай қылып жаңағыда айтқан болмаса, солардың әрқайсысы әйтеуір тек қатарда қызметкерден сәл-ақ қабілетті жұмыстар ғой негізі. Ол бір, мен ойламаймын, қырғын өз басшылыққа бейімділік немесе құйрығы неге жабысып қалғандық деп. Жаңа осы сөздің алдында айтқанымдай, ақыры осы салада жүргеннен кейін, ақыры аймақта жүргеннен кейін, ақыры сол бір саланы дамытып жүргеннен кейін, өзіңнің қырыңды байқағаннан кейін, меніңше оны сынақ көру әр саладан өзіңді. Ал бір жақсы жері, мысалы Нұрлыбек Машбекұлын мен ашып айтуым керек, осы мемлекеттік қызметке жібергенде де мен сол кісінің тұстарында көп жұмыс жасадым ғой. Егер әрбір әкім қарамағындағы өзінің өнер адамына солай қарай алса, онда оған жұмыс істеу оңай болады. Мысалы ол кісінің жұмыс істеу стилінде мен енді ашып айта берейін, сенің сол ұжымдағы беделің үшін ол кісі қолынан келген нәрсесін аямайды. Мысалы ол жердегі шешілу керек мәселелер бар ма, үй жайы болу керек па, немесе басқа да жеңілдіктер жасау керек па, ол кісі айтады, маған келіп айт, сол жердегі сенің ұжымыңның алдында сенің беделің үшін біз бәріміз жұмыс жасаймыз, және сенің шығармашылығыңа мына дүниелер қатты зиянын тигізбеу керек. Айтысқа мен бір айтыстан қалған, осы кезде мен статистикамыз қарасаңыздар, бос жүрген ақындардан көп барғанмын мен айтыстарға. Және мемлекеттік қызметте жүріп мен алтын домбыра алғанмын. Даже мемлекеттің кейбір нәрселерін айтыста сынап та жіберген жерлеріміз болды. Сонда мемлекеттік қызметте отырып сол дүниені жасауға мүмкіндік тудырса, ол менің алдымдағы жанашыр ағаларымыздың үлкен мүмкіндігі былайынан келгенде. Әйтпесе әр сөзің үшін жаңағыдай
соққының астына ала берсе өзің де шаршап кетесің ғой. Сондықтан біріншіден халықтың үлкен қолдауы ол жерде, екіншіден сол ағаларымыздың демеуі, содан ұжымның қолдауы, осындай дүниелермен ғана қалқылдап келе жатырмыз қазір. Жаңағы судың бетінде қайық құсап жаймен. Қазір енді өзіміз көріп отырмыз ғой, айтыс ақындарының мәжіліске барғандарын, мәжіліске баруға ынталы болып кандидат болғандарын да білеміз. Жақында енді мына құрылтай деп ауысып жатыр парламенттің аты. Өзіңнің бір жоспарың жоқ болса, депутат болсам деген? Енді қазір жоспарым жоқ деп бір күні құрылтайда отырсақ, тағы да бір күні осы бетке басылып кетуі мүмкін, бірақ менің жоспарымда жоқ, ашып айтайын. Бірақ алдымызда, тағдырымыздағы жоспарда не бар екенін мен білмеймін. Болса, оны қазір оған қарай бас жасап жатқан қадамым да, әрекетім де жоқ. Сосын меніңше, мен облыста қазір депутатпын ғой, облыстық мәслихатта. Сол жердің өзінде кейбір заңдылықтарды үлкен кісілерден әлі күнге дейін сұрап біліп болатын жақтары бар да. Ол енді не болғанда да қағаздағы 4 жыл өлең емес қой, оның өзінің заңдылықтары бар, әрбір ақшаның өзінің программасы бар, жұмсайтын жолы бар, жөні бар деген сияқты. Сондықтан атың шауып тұр екен, атың шығып тұр екен деп мен қазір барып құрылтайға тап өзім жағдайымда ол жерге бара қолатын өзімнің бойымда үлкен бір қабілеттерді көріп тұрған жоқпын. Сондықтан мен көбірек пайдам қай жерде халыққа тиеді, сол жерде жүргенді жақсырақ көремін. Ал енді құрылтайға баратын менен де сыр бойында, менен де әлде қайда лайықты азаматтар бар, соларға сәттілік болса екен деп ойлаймын. Мынау қазақ кәсіпкерлері Біл бала деген мынандай ойыншық шығарған, бірақ бұл ойнамайды тек қана. Ойнау мен ойлау дейсіз ғой? Ойлау бар. Иә. Мысалы, мінекей қош келдіңіз дейді. Бұл жерде әріп бар, күй бар, домбыра бар, ертегі бар, не жоқ, бәрі бар. Мысалы енді мына жерде қосамыз, мінекей тұрамыз да, мына жерде қосып боламыз. Келесі тағы бір күй мысалы. Түрлі күйлер. Тамаша екен. Содан кейін мынау әліппе мысалы. Әріпін баспасақ. Тамаша екен. Осындай бір балаларға арналған осындай қазақ кәсіпкерлерінің тамаша жасап шығарғаны. Мына жерде жазуға болады. Енді өзіңе біздің студияға қонаққа келген соң осының біреуін сыйласақ деген. Үлкен рахмет Қанеке. Бұл үлкен қажеттіліктен балаларға деген бір үлкен базарлық екен. Және жақсы инновациямен жасалған. Және қазақ тілінде бәрі. Тамаша, ең басты сол ғой. Ғылым осы тілде жасалмайды дейді. Іргетасын осылай жасалады ғой негізі. Мұқан мысалы қоғамда бір резонанстық, бір трагедиялық оқиғалар болып жатады ғой. Сол кезде бір үндемей қалу, бұл бір қорқақтық па, әлде бір қорқудың бір мәдени түрі ме, әлде келісу ме? Біріншіден, үндемей қалған жерлеріміз аз негізі. Мен жеке өз басым әртүрлі қолым даусым жеткен жерге дейін. Жоқ, бұл өзіңе ғана қатысты емес. Жоқ, жалпы айтып жатырмын. Дұрыс, ойыңызды түсініп тұрмын. Оны айтып жатқаным сол, әртүрлі ситуациялар болды ғой енді бізде. Сонда бірінші адал құстар оқ құшады деп бірінші болып айтып жіберіп та оның зиянын тартқан азаматтар болды. Ол артынан жайлап мысалы мына ұзақ уақыт өткен кезде мына қырғыз елін қайта айтып жатырмыз ғой. Алғаш мысалы төңкерістер болған кезде басында жаппай жапа-тармағай халық өзімізде бірге соның ішінде жүрдік. Кейін мына кәсіпкерлердің мүлкін өзіміз қорғайтын болдық деген сияқты ше. Қолымызға ақ не болып халықтың ішінен кеңестер шығып деген сияқты. Өзі уақытпен піседі екен ғой адам. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағыдай жерде үндемей қалған адамдар болса, немесе неге үндемедің деп оларды тепкілеп, немесе олай болды, бұлай болды деп жаңағы біреу үшін, басқа біреулер үшін мен оны шешімін шығара алмаймын. Оның бірнеше себептер болуы мүмкін. Мысалы, бір себебі толық не болып жатқан жағдайды білмей аттандап кету жағдайды одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін. Немесе сен айтып жатқан мәселеден мүлде басқа кереғар дүниелер болуы мүмкін. Менің бір ағам айтатын, Ақан серінің оқиғасы туралы бір досымыз айтып қалды да, Ақан серінің құлагердің сендер өлімін білесіңдер ма? Ол жерде жаңағы бидет та жаңағы бір досымыз әзіл айтамыз енді осыны.
сол асқа баратқан кезде бір жиенінің үйіне барған екен. Сол атты жаңа бала жиен шығар ғой енді, құлагердің үстіне отырғызған екен. Сол кезде ана құлагер енді адамнан зият жануар шоқтығын ойнатып осы бала қалай қарап отыр, соғалай ұстап құлатпай тұр екен. Сосын аналар жиен назар ауып маған осы атыңды бер мына балаға деген, жиенге көңіліміз ауып тұр деген екен. Сол ахан бұны ешкімге бермейін деп алып кетіп қалыпты. Сол жиеннің наласына ұшырап, назарына ұшырап, содан ат мертігіпті деп айтып отыр да енді. Сонда бір ағамыз айтады, дұрыс, сендер осындай әңгіме айтасыңдар. Енді 300-дің көз алдында өлген құлагер неден өлді соған маған айтып берші дейді. Бір жерде атады, бір жерде жаңағыдай шабады дейді, бірдеңе дейді, сірдеңе дейді. Көз алдында өлді ғой неше ғасыр бұрын. Қанша трагедия болып жатыр Сағынайдың астында. Енді ана жігітте шама бөгежектеп қойған. Енді 300-дің көз алдында өлген құлагердің неден өлгенін білмесең, ол біреуіне барып әбет кетті деп қалай айтасың сен мысалы дейді енді. Тап сол сияқты кейбір оқиғаларды біз жаппай білеміз да. Мысалы біз Сейіт ағамыз бар ғой, Қасқабасов. Баяғыда бізге магистратурада жүргенде фольклордан сабақ берді, сонда айтады, алтын сақа ертегісін айт дейді, ананы айт дейді, мына ертегіні айт дейді. Содан ана жерден жұлып, мына жерден жұлып айтып жатсаң, ол кісі ана мәтінмен жұмыс істейтін еді ғой. Жоқ, тоқта, оған дейін әлі қыруар әңгіме бар ғой. Оған дейін әлі, ой, мыстанға дейін әлі бар ғой деп сендер. Сонда мен байқағаным, бір ертегіні айтсақ, мысалы біз бала күніміздегі бір детальдарын ғана білеміз. Общий бір шығарманы айтсақ, соның бір детальдарын біліп, соны білім деп ойлайды екенбіз де, ешкім мәтін бойынша, тәртіп бойынша жұмыс істеп көрмегенбіз. Ал жаңағыдай оқиғалардың кезінде де оның басы бар, аяғы бар ғой негізі. Ол не үшін жасалып жатыр? Бізде жаңағыдай терең өзен тынып ағады деген сияқты, оның байсалды, жаңағы маған зиян тиеді, немесе мені ұстап алып кетеді, осыны айтсам, халықтың мұңын айтсам, мені жаңағыдай бір үлкен не етеді деген қорқақтық өз алдына. Ал сол өзің құқығын қорғап тұрған халыққа дұрыс ақпарат беру үшін, соған дұрыс информация, соған дұрыс бағыт сілтеу үшін де сен өзің оның бір ең болмағанда бір 70-80% ана тұманды күндері ештеңе көрінбей қалады, тіпті ұшып жатқан ұшақтың өзіне не бермейді ғой, ең биікте жүреді дегеннің өзі. Сол сияқты меніңше бұл көп адамдардың үнсіз қалуы, сол ақырын күтіп былай жағдай түсініп алу шығар деп ойлаймын. Сол екі уақыт өтіп кетеді ғой өзі. Қорқақтық емес. Бұл мен бір 100% біреудің, мен тағы да айтамын, Қанеке, қорқақтық та бар шығар ол жерде. Неше түрлі адам бар ғой, неше түрлі пікір бар. Бірақ бас салып, осы бізде қоғамда сондай нәрсе ғой өзі. Бас салып кінәлау ғой мысалы. Неге сен ана жерде болмадың, неге сен соны айтпадың, неге сен енді танымал болудың да бір үлкен жауапкершілігі де осы жерде шығар. Адамның ең үлкен жеңісі өзін жеңу ме, әлде өзін қабылдау ма? Негізі сұрақ былай жауап бере салатын сұрақ емес, бұл үлкен нәрсе ғой. Бірақ меніңше өзін жеңген адам өзін қабылдайды ғой. Өйткені ең үлкен, бұл адамзат басталғалы әуелден ақырға дейінгі үлкен күрес, адамның өзімен болып кеткен күрес. Бүкіл күрестердің барлығы сондай. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында да тіпті үлкен жихадтардан келатқанда біз кіші жихадтан келатырмыз, үлкен жихадқа баратырмыз деп ораза ұстайын деп жатқанда, намазға байланысты, жеке адамның өзінің тақуалығына байланысты дүниелердің барлығын ол өзімен күреске бағыттағанда. Ал өзің толық жеңген кезде сол болмысыңды өзің қабылдайсың да. Ал өзің мынандай ғой, мен өзімді осылай қабылдадым деп егер бірінші қабылдап қойсаң жеңбей. Мен өзім осындаймын десең, ол бір әрі қарай ол жаман мінезіңді соқыр батырлықты, жаман мінездердің бәрінің адвокатына айналып кетесің ғой. Ол соқыр батырлыққа айналады. Мен осындаймын. Көрсең көр, көрмесең осы. Сенің жеңбеген бойыңда жауларың бар да, сол күйінше сол жауларыңмен достарыңа қарай аттанасың, сосын екі ортада түсінбестіктер пайда болады. Сондықтан бірінші адам өз-өзін жеңіп алу керек деп ойлаймын. Адам енді әйтеуір өмір сапарында доспен бірге жауда жинайды. Өз жауда жиналып жатады. Досты жинап жүргенің жау болуы мүмкін. Ол да. Осы бірақ біз достықтан гөрі осы бір қастықты көп айтамыз және ұмыта алмаймыз. Бір жақсылықтан гөрі жамандықты ұмыта алмайтынымыз неден деп ойлайсың? Бұл да жаңағы өз-өзін жеңе алмағандықтан деп ойлаймын. Ішкі жеңістер аз болғандықтан біз сырттағы жеңілістерді көбірек насихаттай бастаймыз ғой. Депрессия ғой айналып келгенде. Сол үлкен жазушылардың да, мына Қадыр атамыздың жазмышында да, иірімінде де осындай бір әсіресе сол оймен айналысқан адамдардың соңындағы бақытсыз тағдырларының барлығы көп жағдайда сол ішкі былай ахуал халдің тұрақсыздығынан әртүрлі себептермен деп ойлаймын. Сондықтан жалпы ойға байланысты соған тәрбиесіз берілген білім деген сияқты ойды тек қана оймен айналысам демей, оның дерттерімен, мысалы сөз өнері дертпен тең деген сияқты түрлі дерттерімен, соның емді жолдарымен айналыспаса, адам өз-өзін сәулелендірмесе, өз тұңғиығыңды кәдімгідей реттеп алмаса,
ол тек біреуді кінәлау қоғамда қазір осындай дүниелер көбейіп кетті. Өйткені соның өзінің өмірін алып қарасаң, көп жетістік түгіл, сол жетістіктің ж деген әрпі жоқ адамдар, ар жақта жүрген адамдардың өмірін бір-ақ ауыз сөзбен жоққа шығарып, бір-ақ ауыз сөзбен біреуді былайынан келгенде алмапс аузыма түс деген нәрсені насихаттап кетті ғой. Сондықтан мен ойлаймын, иә, жетістік қоғамда жол болмақ адамдар бар, жол болған адамдар бар, қиналып жүрген адамдар бар, қиналмай жүрген адамдар бар, бірақ соның барлығының сенің алдыңда қандай кінәсі бар, мысалы? Мен Әркімнің енді өз тағдыры өз бар. қонақтарыма жиі қоятын сауал, өзі пара деген бар. Параны алатын адамдар бар, беретін адам бар. Қарапайым адамдардың да беретін кезі болады. Ол тек қана биліктегі адамдарға байланысты емес, әлеуметтік пара, құжат дайындап алу үшін, немесе жол полициясына деген сияқты, жаңағы медициналық бір анықтама алу үшін деген сияқты. Пара берген кезің болды ма? Енді жаңа өзіңіз дұрыс айтып отырсыз ғой, өмірдің әртүрлі сәттерінде оны біз пара деп ойламауымыз да мүмкін да. Ең жаңағы ең қиын жері сол. Мысалы, мен есімде қазір пара қай кезде пара болады? Мысалы, Қанеке, ойлаңызшы, сен әлің, қолың, мүмкіндігің жетпейтін жерді ақшамен жығып алсаң, ол көбірек әрі арам, әрі жаман. Мысалы, өткенде менің бір досым айтады, футбол клубтарына байланысты, кейде төрешілерге байланысты осындай не беріп қояды екен ғой. Сонда айтады ол жігіт, мен ол төрешіге ақша беретін болсам, егер осы ойынға байланысты дейді, мен оған бүйтіп талап қояр едім дейді. Сен бізді жеңдірме, оны жеңдірме, ортадағы бір әділі бар ғой, соны жасау үшін ақша аламын десең, егер мен соны берейін саған. Әділетті болғаным үшін де ақша аламын десең. Өзің болам десең, оны өзің бол деген сияқты. Мысалы, мен өзім жеткен жетістіктерімнің көбісін ол пара бермек түгіл, бара бермек түгіл, оның кімге бару керек екен, қалай бару керек екен білеміз деп жүргенде біз жетіліп кеттік қой көп нәрсені. Ал жасыратыны жоқ, қай қоғамда да, қай жерде де ол қолы кірленмеген, өртенген орманда ақ көйлекпен жүрген адам бәрібір қай жағынан күйе жаққан білмейді, ол кірлейді дейді ғой, үсті күйелейді дейді ғой. Сол сияқты мүмкін біз де осы қоғамның өкіліміз ғой. Мен мақсатты түрде тағы да айтамын, біреудің алдын жығып, біреудің болайын деп тұрған нәрсесін болдырмай берген жерім жоқ деп ашып айта аламын. Бірақ оның не екенін білмеймін. Мысалы, жаңағы айтқан, мен мысалы ең алғаш машина айдап жатқан кезде, өмірімде бірінші рет машина айдаған кезде қаланың ішінде артымнан гай тоқтатты да, жаңа жақсы сұрақ қойдың, соны гай тоқтатқан кездегі менің үрейім секіріп 5000 теңге апарып берген ғой ана кісіге. Ол кездегі сөйтсем, средний паралар 200-300 теңге, асып кеткенде 1000 теңге екен. Анау сұрағанда жоқ қой менен. Сөйтсем, мен артымда гайдан қорқып кетіп қызылдан өтіп кеткем ғой. Содан мен ойлағам, қызылды қызыл мен шешейін деп ойлаған шығармын, 5000 теңгені барып беріп, сол өзім білетін бір парам сол екен. Тойға барған ұнай ма? Тойға барған ұнайды, неге ұнамайды? Жаңағыдай даңғазасын айтып жатсыз ба? Енді ол тойдың қандай тойына байланысты. Мен тойды өзім, бұл жерде де тағы да өзім отырған бұтақ бұл. Мен тоймен көктеп көгеріп, бала шағамның көбісін асырап, халықтың осы ақпейіл адал ниетінің бар. Біз тойды жамандаймыз деп кейде бүкіл тойды жоққа шығарып жібереміз да. Тойдың өзінің бір сән салтанаттары бар. Не нәрседе шегінен шықса өзінің қазақша айтқанда боғы шығады, ол дұрыс. Бірақ қазақтың ол ниеті жақсы ғой қазақтың. Тапқанымды тойға шашам, қонақ күтем, келмеген қонақтың қамын ойлап отыру, сол ниетіне де байланысты беріп жатқан шығар, бірақ дарақылық басқа әңгіме. Сондықтан той маған ұнайды. Достықта нені бағалайсың? Достықта сенімді бағалаймын. Ең үлкен нәрсе, достық деген сөз, мысалы, көршіні Құдай қосады, досты пайғамбар қосады деген қазақта сөз бар. Бұл не деген сөз? Пайғамбармен бірге айтылса, пайғамбар ол сенімді білдіреді тек қана. Сондықтан пайғамбарға пайғамбарлық келмей тұр, бұл сенімді Мұхаммед болғанда әмин Мұхаммед деген. Сол сияқты достық сенімге бексе, оның бай болғаны, кедей болғаны, жақсы болғаны, жаман болғаны, ол өз-өзіне қатты бір зиян келтірмейді. Ол сенімді болу керек деп ойлаймын. Асыл арнада сұхбат жүргіздің, қазір облыстық телеарнада Қызық орта деген бағдарламаң бар. Ол жерде енді сұхбат жанрында адамды сөйлету керек. Сұхбат берген қиын ба, әлде алған қиын ба? Көпен ағаның бір әңгімесі бар еді ғой. Түйеден сұрапты дейді ғой, үстіңе жүк артып, төменге қарай түскен қиын ба, жоғарыға шыққан қиын ба десе, үстіңе жүк артқасынан екеуінің де атасына рет, екеуі де оңай емес қой дейтін. Сол сияқты ол жүк қой. Сұхбат берудің өзінің жүгі бар, алудың өзінің жүгі бар. Мен енді көп жағдайда
өз табиғатыма қарай сұхбаттарға қатысамын. Мысалы подкасттарға келсе, мен табиғатым негізі әзілдеу, қуақылау, өз жүргізген бағдарламаларым да соған көбірек келеді. Адам табиғаты қай жерде толық ашылады, сол жерде өзін еркін сезіну керек деп ойлаймын. Ал енді өзіңнің табиғатқа қарсы дүниелерден қандай алуғанда да бергенде де қиналасың ғой. Енді бұлай жаңа айтып қалдың ғой, менің айтатын әңгімем әзіл, жаңағындай осындай бір көңілді, бір көңіл ашар, Позитив қой, позитив. Бір осындай көңіл күйден бір жалығып кететін кездер болмай ма? Бір үнемі күлдіру адамдарды, үнемі тауып сөйлеу деген сияқты. Жоқ, оның да бір, мысалы, боксерлардың өзі айтады ғой, кейде иығымнан ұстап қосар жібергіміз келіп тұрады деп. Сондай бір ұру керек деген не миға кіріп алған ғой адам. Мысалы, қандай жағдайда шынымен жақындассаң ішіңнен бүйтіп ұрып, өздері бірдеңе ұрып шаршатып жібереді ғой. Боксерларға көп жағдайда оған бірдеңе айтайын десең, әрі қарай қозып кетсе тағы қиын болады. Сол сияқты немен ұзақ айналыссаң, сол адам өміріне сіңіп кетеді. Сосын айдаладағы біреудің сөзіне жауап беріп жатасың, айдаладағы біреудің әзіліне жауап беріп жатасың. Баяғыда осыны маған Қонысбайға бір ақыл қылып айтқан, ауада кетіп жатқан кейбір әңгімелерді, айтыскерліктің ең зиян жері соны ұстап алып, басыңа киіп алып, өзің соның егесіне айналып, соңғы аяғында соған жауап беріп жүресің. Тікелей өзіңе қатысы жоқ нәрсеге көп араласа берме. Өйткені жоқ, оның жауабы әдемі келіп тұрады дейді, бірақ әзіл айтып. Бірақ меніңше әзілмен өмір сүрген түнеріп жүргеннен гөрі әлдеқайда жеңілірек, жақсырақ. Өйткені күлкі жүрген жерде көп, енді шуақ жүрген жерде қараңғы болмайды деген сияқты, күн бар жерде көлеңке болмайды деген, жаңағыдай қатты не болмайды деген сияқты. Меніңше бұл күлкі күштілердің қаруы ғой негізі. Оған да үлкен интеллектуал керек, оған да үлкен күш керек. Ыржалақ, тыржалақ, жаңа алдын атып артын ашып күлдіретін күлкі емес, кәдімгі қазақтың өз қалжыңы қазақты қартайтпайды ол. Мысалы, Қадыр ағаларымыз, Қалтай ағаларымыз қартайғанша осы қаруды өзіне ұстады, және өмірден өтсе де ол кісілердің сыйлы жақтары сол шығармашылықтарынан бөлек сол қалжыңдары. Мысалы, кеше Дулат ағаның анекдоттары деген кітап шығып, соны талқылап жатыр ғой. Сонда Дулат ағаның ең үлкен қаруы юмор болғанда өмірде, ол құрдастарымен, прозасында да сол, барлық жағынан адамды, меніңше, оның жолын тапса, жөнін тапса, сол адамды жалықтырмайды негізі. Рахмет, әңгімеңе. Жақсы күндеріміз көп болсын. Рахмет, Қанеке, сізге де. Сұхбатыңыз енді елдің ішінде, өзіңіз айтқандай, сұхбат жанрындағы жолыңыз бөлек, сондықтан жақсы сұхбаттарыңыз көп болсын халықтың ішінде. Рахмет. Қадірлі көрермен, қымбатшылық заманда әрбір тиыныңызды үнемдегенше қосымша табыс табатын жолдарды іздеген жөн. Қажет қосымшасында инвестиция, акция, жасанды интеллект, ютубтағы монетизация, тикток арқылы сату, Каспи дүкен, тендер алу сияқты көптеген курстар бар. Осы сұхбат арқылы барған менің көрермендеріме 50% жеңілдік. Сондықтан алыңыздар, қазақ жобаларын қолдайық, барлық ақпарат төменде.